Құрметті әріптестер, туған туысқандар, жолдастар, ораза айт құтты болсын. Ұлыстың ұлы Наурыз, дүние су күнімен құттықтаймын. Қазіргі қиындықтар, соның ішінде су тасқын, құрғақшылық мәселелері Қазақстан, Швейцария сияқты болу мүмкіндігі бар. Мұхиттар жоғары мәселелерін шешіп, Қазақстан су сақтау, әлемді сарапшы бола алады. Швейцария соғыстар кезінде алтын ақшаларын сақтап, қарсылас елдерге көмек берді. Соған қарап, Қазақстан мұхиттарға баратын суды өз жерінде сақтап, пайда алады. Сол кезде Қазақстан тұрғыны Швейцариядай жылына 100 000 ақш доллар табыс ала алады. Сол үшін Қазақстан әрбір тұрғынына бассейн арқылы өтетін суға меншік құқығына ие болу керек. Осы жұмыстарға қосылыңыздар. Табысты жылдар болып, әр Қазақстан тұрғыны Швейцариядай тұрғыны сияқты бола алады. Наурыз дүние су күнімен құттықтаймын.